Бұл Мырқымбай. 8 жасында әкесімен бірге стройкада жұмыс жасайды. 10 жасында компьютерде программалауды үйрене бастайды. 12 жасында өзінің алғашқы кішігірім ойынын құрастырып, оны $500 сатады. Мектеп бітіргенге дейін $2000 жинап, бар ақшасын білім алуға жұмсайды. 25 жасында өзінің IT программасын жасап, оны $22 миллион сатады. 28 жасында PayPal төлем жүйесін жасап, оны $180 миллион сатады. 2021 жылы $300 миллиард иесі болып, әлемнің ең бай адамы атанады. Қазір оның Тесласын бүкіл әлем пайдаланып, ракеталары Марсқа ұшуға дайындалып жатыр. Иә, біздің Мырқымбай ол Илон Маск. IT саласында керемет жетістіктерге жетіп жатқан адамдар өте көп. Бұған сіз де қол жеткізе аласыз. Қалай екенін қазір айтамыз. Бүгін не білеміз? IT саласындағы кең таралған мамандықтар қандай және олар немен айналысады? 50 миллион теңге айлыққа қалай қол жеткізуге болады? Бұл саланы қалай үйреніп, қалай жұмыс бастауға болады? Дайын болсаңыздар, бастайық. Адамзат бірлесіп өмір сүре бастағаннан бері өмірінің әрбір саласын жеңілдетумен айналысып келеді. Ғылым мен білімнің дамуымен қатар техника мен технологияларда дамып жатыр. Қазір адам өміріндегі барлық салалар ақпараттық технологиялардың көмегімен жұмыс жасайды. Күн сайын пайдаланатын смартфондарымыз, теледидарымыз, қарайтын сайттарымыз бен мобильді қосымшаларымыз IT мамандарымен жасалған. Медицина саласындағы құрылғылар, автокөліктер мен зауыт фабрикаларындағы құралдар, тіпті лифт, кір жуғыш машина мен тефалімізге дейін белгілі бір программалау жүйесінде жұмыс жасайды. Бұның бәрін жасап, құрастырып жатқандар ол IT мамандары. IT әлемі сан түрлі бағыттар мен тармақтарға бөлінеді. Негізгілері веб-программалау. Бұл барлық интернеттегі сайттар, Google Chrome арқылы кіріп қарайтыныңыздың бәрі веб-программалар. ВКонтакте, Facebook, интернет-магазиндер, әртүрлі компаниялардың сайттары. Веб-программалаумен қатар жүретін тағы бір бағыт мобильді программалау. Бұл сіздің смартфоныңыздағы қосымшалар. Телефоныңызды ашып пайдаланғаныңыздың барлығы мобильді программистердің жасағаны. Instagram, YouTube, WhatsApp, Kaspi, тағы да басқа. Game Dev – ойындар жасау. Компьютердегі, телефондағы, PlayStation мен Xbox'тағы барлық ойындар Game Developer'лардың көмегімен жасалған. GTA, FIFA, Dota, PUBG, тағы да басқа. Десктоп программалау. Бұл сіздің компьютеріңіздегі барлық программалар. Word, Excel, Zoom, Skype, Chrome, тағы да басқа. Жасанды интеллект, нейрондық жүйелер. Google'дың іздеу жүйесі, Shazam сияқты программалардағы әндерді анықтау жүйесі, Face ID адамның түрін анықтау, тілдерді автоматтық түрде аудару, тағы да басқа жүйелерді жасанды интеллект мамандары құрастырады. Data Science – бұл үлкен ауқымды ақпараттарды сұрыптау, реттеу құралдары. Мыңдаған қолданушылары бар банктер, үкіметтік жүйелер, тағы да басқа салалар ақпараттарын Data Science көмегімен сараптап, анализ жасайды. Осы әрбір бағыттағы кез келген жобаны бірнеше адамнан тұратын жұмыс топтары құрастырады. Мысалы, сайт жасау жүйесін қарастырайық. Менеджер – бұл жобаның басшысы. Тапсырыс берушімен келісім шарт жасайды, онымен хабарда болады. Команда мүшелеріне жұмысты бөліп берумен, әрбір жұмысшының үлгерімін бақылаумен, жобаның уақытылы бітуін қадағалаумен айналысады. Аналитик – жобаны зерттеп, қалай автоматтандыруға болатынын анықтайды. Тапсырыс берушінің жұмыс барысын зерттейді. Сайт қандай болу керек екенін анықтайды. Жобаның құжаттарын дайындайды. Программистер мен дизайнерлерге жұмыс нұсқаулықтарын дайындайды. Дизайнер – бұл маман сайттың сыртқы көрінісін жасайды. Логотип дайындайды. Сайттың түсі мен шрифттерін жасайды. Әртүрлі суреттер мен анимацияларды жасайды. Сайттың әдемілігімен айналысады. Фронтенд, бэкенд программистер сайттың ішкі құрылысын, яғни моторын жасайды. Оны интернетке салады, қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Тестировщик дайындалған сайттың қатесіз жұмыс жасауын тексереді. Қателерді тапқан жағдайда аналитикке хабарлап отырады. Маркетолог
сайтты таратумен, жарнамалаумен айналысады. IT жоба жасау барысын көлік құрастырумен салыстыратын болсақ, аналитик көлік қандай болу керек, қалай жұмыс жасау керектігін анықтайды, схемасы мен прототипін дайындайды. Дизайнер көліктің суретін салады, фронтеншік көліктің кузовын, салонын дайындайды, бэкеншік көліктің моторы мен ходовкасын дайындайды, тестировщик көліктің дұрыс жұмыс жасауын тексереді, маркетолог осы көліктің рекламасын жасайды, менеджер осы адамдардың барлығын басқарады. Жұмыс тобының мүшелерінің саны жобаның қиындығына қарай әртүрлі болуы мүмкін. Кейде жобада бірнеше аналитик, бірнеше дизайнер, немесе бірнеше программист болуы мүмкін. Ал кейде дизайнер мен программисттің рөлін бір адам атқаруы мүмкін. IT саласындағы мамандар өзінің білім дәрежесіне, еңбек өтіліне байланысты бірнеше деңгейлерден өтеді. Көп жағдайда бұл junior, бастапқы деңгей, еңбек жолын енді бастаған, басқа мамандардың көмегімен жұмыс жасай алатын маман. Middle, орташа деңгей, бір жылдан аса жұмыс жасаған, жеткілікті білімі бар, өз бетінше жұмыс жасай алатын маман. Senior, жоғары деңгей, үлкен жұмыс өтілі бар, күрделі жобаларды жасай алатын, басқа мамандарды басқара алатын маман. Қазақстан жағдайында IT маманының карьералық жолы мынадай 5 сатыдан тұрады деуге болады. Бастаушы программист. Қазақстанның IT компанияларында қазақ немесе орыс тілдерінде жұмыс жасайды. Жалақысы айына шамамен 150 мыңнан 300 мыңға дейін. Қойылатын талаптар ынталы, зерек, еңбексүйер болу. Шамамен 3 ай, 1 жылда осы нәтижеге жетуге болады. Орташа программист. Қазақстанның IT компанияларында қазақ немесе орыс тілдерінде жұмыс жасайтын программист. Жалақысы айына шамамен 500 мың мен 1,5 миллион теңгенің арасы. Қойылатын талаптар ағылшын тілінде техникалық әдебиетті оқып түсіне білу, негізгі қажетті білімдері болу, бірнеше жыл еңбек өтілі болу, зерек, еңбексүйер болу. Шамамен 1-2 жылда осы нәтижеге жетуге болады. Жақсы программист. Қазақстандағы шетелдік IT компанияларында немесе шетел компанияларына Қазақстанда отырып қашықтықтан жұмыс жасайтын программист. Жалақысы айына шамамен 10 мыңнан 20 мың долларға дейін. Талаптар ағылшын тілінде еркін сөйлесе білу, оқи білу, жұмыс жасай білу. Ағылшын тілінде жоғары оқу орнын тәмамдау, немесе халықаралық сертификаттар иегері болу, немесе соған жараса білімді болу. Бірнеше жыл еңбек өтілі болу, талапты, зерек, еңбексүйер болу, өте жоғары тәртіп және алған беттен қайтпау. Шамамен 3-4 жылда осы нәтижеге жетуге болады. Өте жақсы программист. Америка, Канада немесе Европа елдеріндегі мықты IT компанияларында жұмыс жасайтын программист. Жалақысы айына шамамен 15-30 мың доллар. Қойылатын талаптар ағылшын тілінде еркін сөйлесе білу, оқи білу, жұмыс жасай білу. Ағылшын тілінде жоғары оқу орнын тәмамдау немесе соған жараса білімді болу. Талапты, зерек, еңбексүйер болу, өте жоғары тәртіп және алған беттен қайтпау. Шамамен 4-5 жылда осы нәтижеге жетуге болады. Идеалды программист. Google, Facebook, Apple сияқты әлемнің бетке тұтар алпауыт компанияларында жұмыс жасайтын программист. Жалақысы айына 50 мыңнан 100 мың долларға дейін барады. Қойылатын талаптар ағылшын тілінде еркін сөйлесе білу, оқи білу, жұмыс жасай білу, дамыған елдердегі алдыңғы қатарлы университетін тәмамдау, немесе соған жараса білімді болу. Талапты, зерек, еңбексүйер болу, өте жоғары тәртіп және алған беттен қайтпау. Шамамен 5-7 жылда осы нәтижеге жетуге болады. Осы әрбір сатыны оқу мен жұмысты қатар алып жүріп өтуге болады. Бұл тек өзіңіздің ынтаңыз бен талпынысыңызға байланысты. Бастысы алғашқы қадам жасау. Осы алғашқы қадамыңызды ibekito.kz сайтында жасаңыз. Бұл сайтта IT саласын тез бастап кетуді үйрететін қазақ тіліндегі курстарды қарасаңыз болады. Мотивацияңыз бен өзіңізге деген сенімділігіңізді арттырғыңыз келсе, осы арнадағы әрбір қазақ бай, табысты болады атты видеоны қарап шығыңыз. Ұнаған болса лайк басып, арнаға жазылыңыз және естеріңізде болсын. Оқу білім бұлағы, білім өмір шырағы.